Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз қазақ тілі сабағынан бірінші бөлім 52-ші сабақты өтетін боламыз. Тақырыбы бастауыш. Бүгінгі сабақта біз сөйлем туралы білетінімізді еске түсіретін боламыз. Сөйлем мүшелері туралы білетін боласыңдар. Балалар, бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған? Екінші сұрақ: киіз үйдегі негізгі бөлшектерге нелер жатады? Үшінші: керегі неден жасалады? Екінші тапсырма: сөйлемдерді көшіріп жаз. Қарамен жазылған сөздердің астын сыз. Оларға сұрақ қой. Бұл сөздер қимыл иесі болып тұрғанын байқа. Үшінші тапсырма: суретке қара. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз. Жазған сөйлемдерінің бастауышын тап. Төртінші тапсырма: мына нақыл сөздерді көркем жаз. Бірінші: шаңырағын шайқалмасын. 2. Кереген кең, 2 босаған тең болсын. Үй тапсырмасы: құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздер құрастырып жаз.